Келесіде сіздің де балаңыз осылай сұхбат берген қаласаңыздар, біздің Жұлдыздар Академиясына келіңіздер. Балаңыздың жұлдызын бірге жағайық. Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Сіздермен Қазбек Досыбек, мен бастаймын. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Ануар. Арайлым. Бейсұлтан. Шерхан. Қали Бақберген. Ажар. Ағарке. Сабина. Ая. Ферgus. Жасың қаншада? 10-да. 10-да. 9-да. 11-де. 8-де. 12-де. 10-да. 10-да. 7-де. Артта. Артта? Артыда. 6-да ма? Қыздар не үшін боянады? Олар өздері қатты боянып, одан да әдемі болғысы келеді. Өзің боянасың ба? Мен әлі кішкентаймын. Әдем болу үшін бояну. Әдем болу үшін. Ал боянбаса әдем емес па? Білмеймін, әдем болады, ол кейбіреулер. Қыздар өздерін әдемі сана үшін боянады, әдемілену үшін. Ал боянбаса? Олардың ойларынша әдемі болмай қалады, бірақ қыздар өзінің табиғи сұлулықтары өздері әдемі болады. Кәдімгі тиктокқа тарап кететін не болды ғой? Қыздар концертке бару үшін, сосын тойға бару үшін боянады. Сен боянасың ба? Мен боянған жоқ көрем. Неге? Сол өткен папашы боянба әлі кішкентайсың деді. Әдемі болу үшін. Неге қыздар онсыз да әдемі емес пе? Өзін әдемі көрсету үшін мүмкін. Мүмкін неге өзіне ұнаған үшін. Әдем болу үшін. Онсыз да қыздар әдемі емес па? Иә? Сонда неге боянады? Бір жерге шығады, сөйтіп боянады. Ал сен өзің боянасың ба? Жоқ, Неге? мен әлі кішкентаймын. Кішкентайлар боянбай ма? Қыздар әдем болу үшін, сұлу болу үшін боянады. Қош. Суретке түскісі. Суретке түскісі келе ма? Содан кейін бояна ма? Суретке түспейтін кезде боянбай ма? Ал өзің боянасың ба? Неге? Ұнатпай, әдем болу үшін боянады. Неге? Онсыз да әдемі ғой. Сонда да бояна ма? Иә. Саған боянған қыздар ұнай ма? Әлде боянбаған қыздар ұнай ма? Боянбаған. Неге? Өйткені боянбаған бұл. Боянғанның не пайдасы бар? Боянбағаны. Неге? Боянғанды ұнатпаймын. Маған қыздардың боянғаны ұнайды. Неге? Сол өйткені олардың түрлері өзі боянбаса да әдемі. Олар сен үшін боянады ғой. Жоқ. Өздерінің жігіттері үшін боянады ғой. Қойш. Папугай қайда өмір сүреді? Орманда. Папугай жүнгілде. Жүнгілде? Қалай өмір сүреді? Кәдімгі. Не істейді? Сөзімді қайталайды. Үйде, неде өмір сүреді, зоопаркте де. Папугай не істейді өзі? Айтқан сөзімді қайталайды. Папугай көбінесе үйде болады ғой. Не істейді ол? Негізі папугайдың жұмысы не өзі? Папугай үйде ол қызық үшін ғой, балалар оны сатып алады. Одан кейін сөйлей алатын құстар ерекше құс қой ол. Сен сөйлеген папугайды өзі көргенсің ба? Иә, көргем. Қалай сөйлейді ол? Сен қандай сөз айтасың, соны көп қайталап өзі солай сөйлейтін болады. Шұңғырда. Қалай өмір сүреді ол? Ол ағашта өмір сүреді ғой. Түсі қандай болады? Түсі қара. Сен оны көргенсің ба? Көргем. Түсінде. Папугай не істейді өзі? Папугай сөйлейтін папугайлар болады, сөйлемейтін папугайлар болады, әртүрлісі болады. Сөйлейтін папугайды көргенсің бе өзің? Өз басым көрмегенмін, но кәдімгі андай папугайды көргенмін. Түсі қандай болады? Тістерінде әдемі болады. Мысалында тістерінде біреулерінде қара шолақтары болады, біреулерінде жоқ болады, біреулерінде ашық түсті көп болады, біреулерінде әртүрлі болады папугайлар. Папугай осы әлемде табиғатта. Сен өзің көрдің ба папугайды? Иә. Қайдан көрдің? Оны біздің үйге әкелген. Біздің үйде барады. Негізі шынымен сөйлей ма? Сөйлемейді. Ол папугай ол джунглиде өмір сүреді. Қош. Не істейді ол жерде? Ол джунглиде ағаштардың ішінде өмір сүреді. Өзің көргенсің ба оны? Жоқ, бірақ кинолардан көрдім. Ал жігіттерге боянуға бола ма? Жоқ. Неге болмайды? Олар өткен жігіт қой. Боянса не болады? Қыз сияқты болып қалады. Жоқ. Неге болмайды?
Бала қыз болмайды. Бала егер боянса қыз деген сөз. Жоқ. Неге? Ұят қой оны. Неге ұят? Өйткені ол боянып жүреді ғой. Ол жаман ғой. Күнәға саналады. Жоқ, мен оған қарсымын. Неге? Жігіттерге ол жараспайды. Жігітте жүру керек қой. О, фикм десең. Жоқ. Неге? Боянса қызға ұқсап кетеді. Тек балдар андай шаштарын қайрат болды. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Себебі олар еркек. Өздеріне хейт келуі мүмкін. Жігіттер ғой. Боянса не болады екен? Жаман болады. Қандай жаман болады? Тірілер. Оларға жараспайды. Қыз сияқты болады. Қош. Сен боянасың ба? Жоқ. Неге? Боянған жігіттерге жараспайды. Неге? Өйткені түрі жаман болады. Олар боянса, сонда түрі жаман болып кетеді, е? Өйткені ұят болып қалады. Ұят болып қала ма? Иә. Жігіттерге сонда боянуға болмайды, е? Иә. Ата-анаң саған кез келген нәрсені айт. Соны істеп береміз десе. Ең бірінші нені істететін ең? Телефон ал. Қандай телефон? Қалаған, бірақ үлкен телефон. Ең бірінші нені істететін ең? Актерский болғым келеді деп айтатын. Саған жарнамаға ұсыныс тастасақ, қанша ақша беруіміз керек? 20 мың. 20 мыңға сен жарнамаға түсесің, е? Жалпы балаларды қорғау күні дегенді қалай түсінесің сен? Ол күні балдарды қолғау керек, кішкентайлауды. Қалай қорғаймыз? Егер де біреулер оған тиісіп алып жатса, тоқтату керек. Ата-анасына айту керек. Бірдемені білдіріп алдың дейге? Кім ұрсады саған? Анам? Анаң қалай ұрсады сен? Бірдеңені төгіп алсаң, сындырып алдың дейік. Не үшін сындырасың? Бұл керек зат емес па деп ұрсады. Анам? Қалай ұрсады? Аны қалай білдірдіңіз, дәл солай жинақ қой дейді. Маған ешкім ұрыспайды ол кезде. Бірақ маған жай сөзбен жақсылап түсіндіреді. Қойш, неге ұрыспайды? Ұрсатын шығар? Жоқ, енді ұрыспайды маған. Не деп айтады сол кезде? Бұл нәрсені сындыруға болмайды, өзіне көзіне байқап жүр дейді да. Абай болмайсың ба деген секілді сөздер айтады. Сөйтіп жай айта ма? Иә. Мамам ұрсады. Мамаң қалай ұрсады? Көрсетші бізге. Не сындырдың деді да, сосын не сындырып қалдың деді да, қолыңа ештеңе жабысқан жоқ па дейді. Анам? Анаң қалай ұрсады? Көрсетші. Мен мына жерді жинап ал деп ұрысып берді маған анам. Сөйтіп ұрысып бере ма? Сөйтіп жинап, жуып, тазалап қоямын. Не істейсің сол ұрысқан кезде? Өзім бүлдірген екен, сәл бір түрі болып қалдым, сен қорқыныш сезім болады сен. Папам Папа қалай ұрсады? ұрады. Қалай? Сендегі тиіспе дейді. Сөйтіп ұрса ма? Папа мен мамам ұрсады. Қалай ұрсады? Неге сындырдың, неге төктің деп ұрсады. Сол кезде сен не дейсің? Байқамай төгіп алдым, байқамай сындырып алдым. Бұл не? Ақша. Бұл не істейді? Бұны не істейді? Бұны жаратады. Өзіне қалаған киімдерін, қалаған заттарын алады. Мына ақшаға қанша жарнамаға түсесің? 30. 30 фильмге ма? 31. 32. 33. 34 деп ойлаймын. 35. Сен сонда каждый $100 жарнамаға түсесің ма? Иә. Сенің ата-анаң айтқанның бәрін істей ма? Жоқ, қатты емес. Ал сенің сол ата-анаң
Сен кез келген нәрсе айт, соның бәрін істейміз десе. Ең біріншіден нені істететін ең? Өздеріңіз бірінші Меккеге барып келіңіздер дейтін едім. Меккеге? Иә. Тамаша. Сен болашақта кім болғың келеді? Болашақта блогер болғым келеді. Өзімнің ауылымның мақтанышы болғым келеді. Әнші болу. Әнші болу. Сосын доктор болу. Полиция болғым келеді. Полиция неге? Сол. Ал актриса ше? Актриса да күшті. Атанаң сенің айтқаның барлығын істейміз десе, ең бірінші нені істетесің? Мен ең бірінші қыдыратын едім. Неге? Себебі қыдырған кезде өзіне ерекше көңіл күй саған келетін болады. Не бұл? Ақша. Ақша? Иә. Бұл не істеуге болады? Болған затта сатып алуға болады. Бәрін сатып алуға болады. Ақшасыз бұл өмірде ештеңе жоқ қой. Құрметті көрермендер, келесіде сіздің де балаңыз осындай сұхбат берген қаласаңыз, Жұлдыздар Академиясына келіңіздер. Сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағайық.